Баршаңызға сәлем. Ыстық күні шөліңізді басатын 3 түрлі лимонад дайындаймыз. Бірінші қарбызбен дайындалатын лимонад, екінші лимонадымыз өте дәмді және пайдалы түрік лимонады. Және ең соңғы үшінші лимонадымыз осындай жалбызбен дайындалатын лимонад. Маралмен бірге болыңыздар. Ең алдымен қарбызымыздың дәнектерін алып тастаймыз. Сонан соң блендерлейтін ыдысымызға салып, үстінен жарты лимонның суын құямыз. Және бір қасық балдан қосамыз. Барлығын блендердің көмегімен езіп, бір текті масса жасап аламыз. Блендердің көмегімен езіп алған массамызды ситаның көмегімен сүзіп аламыз. Дайын лимонадымызға мұздан саламыз. Біздің өте дәмді пайдалы лимонадымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Екінші дайындайтын лимонадымыз турецкий лимонад. Ол үшін бізге бір лимон және бір апельсинді жақсылап жуып, сыртындағы цедрасын, яғни қабығын алуымыз қажет. Қабығын алған кезде мұқият болыңыздар. Ақ қабығы алынбасын, тек қана сарысын ғана аламыз. Енді апельсиніміз бен лимонымызды осылай қолымыздың көмегімен езіп аламыз. Сонан соң қақ ортасынан бөлеміз. Қайнаған салқын суымызға апельсиніміз бен лимонымыздың шырынын осылай қолымыздың көмегімен құямыз. Егер арасында дәнектер қалып кететін болса, ол дәнектерді алып тастаңыздар, өйткені ол ащы дәм береді. Соңынан құмшекерімізді салып, барлығын жақсылап араластырып, 2-3 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Сол уақыт аралығында біздің лимонымыздың және апельсиніміздің қабықтары өзінің барлық әдемі иісін, дәмін лимонадымызға береді. Сол себепті міндетті түрде холодильникке салыңыздар. 2-3 сағат уақытымыз өткен соң ситаның көмегімен сүземіз. Біздің түрік лимонадымыз дайын болды. Сіздерге салқындатып ішуге кеңес берем. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі дайындайтын лимонадымыз жалбыз қосылған лимонад. Ол үшін қайнатылған салқын суымызға құмшекерімізді салып, араластырып, құмшекерімізді ерітіп аламыз. Тереңірек ыдысымызға жалбызымызды саламыз. Сонан соң дайындап қойған суымыздан аздап құямыз. Барлығын блендердің көмегімен езіп, пюре жасаймыз. Ыдысымызға сүзгішімізді қоямыз. Бетіне марлімізді 2-3 қабаттап төсеп, езілген жалбызымызды сүземіз. Сүзгіштен өткізілген жалбызымызды суымызға қосамыз, барлығын араластырамыз. Апельсин мен лаймды сыртындағы қабығын аламыз. Ақ жағын алмаңыздар, ол ащы дәм береді. Сонан соң қолымызбен осылай уқалаймыз, 2 бөлікке бөлеміз. Лимон мен лаймымыздың ішіндегі шырынын осылай қолымызбен сығып шығарамыз. Жарты лимонның суын осы массамызға қосамыз. Жаңа дайындаған цитрусты массамызды сұйық суымызға қосамыз. Барлығын араластырамыз және де холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз. 2-3 сағат уақытымыз өткен соң сүзгішпен сүземіз. Біздің жалбыз қосылған лимонадымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маралмен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.